Бойына сыйқырлы сырлар бүккен ислам ғылымы, мәдениеті, өнері әлі күнге дейін әлемді таң қалдырудан кенде қалған емес. Ғылымға тұнған Құран кәрімнің әрбір сүресі, әрбір аяты, тіпті әрбір әрпі де адамзат үшін сыр мен хикметке толы. Әлиф, ләм, мим, хәм, мим, я, син секілді жалғыз әріптерден ғана құралып бүтін бір аят болған бұл қасиетті кәлемдардың сырлары әлі күнге дейін жұмбақ. Ұғымы тек бір Аллаға ғана аян. Ислам өнерінде осындай жекелеген әріптер бүгінде белгілі бір мәні бар символға дайыналып үлгерген. Бүтін ислам дүниесіне әмір жүріп тұрған кешегі Осман империясының бүгінгі мұрагері Түркияның көптеген мешіттерінен арабша вау әрпін көп кездестіресіз. Мәселен, Түркияның Бурса қаласындағы Ұлы мешітте, Едірне қаласының ескі мешітінде, Стамбул қаласының Махмуд Азиз Худаи мешітінде, тағы да басқа мешіттерде вау әрпінің ерекше сән беріп тұрғаннан бөлек өзгеше мән беріп тұрғанын да аңғарасыз. Вау әрпін тек мешіттерден ғана емес, сондай-ақ мәдени ошақтардан, діни оқу орталықтарынан, тіпті кейбір үйдің төрінен де көруге болады. Кәдесый ретінде нарыққа түскен бұл әріпке де сұраныс жаман емес. Мәселен, мына әріптің құны біздің теңгемен шаққанда 5000 теңгеден асады. Бұл жердің сатушы ғана емес, қол өнерші де екен. Мына жердегі кәдесыйлардың көбісі өзінің қол туындылары. Вау әрпінің мәнін аса терең білмесе де, әйтеуір сұраныс болған соң жасап сата беремін дейді. Вау әріпті білезік, жүзік, сақина, алқа. Бұларда нарықтың өтімді тауарлар десе болады. Әшекей бұйымдар сататын қай дүкенге барсаңыз да, вау әріпті білезікте, жүзікте, сақина да, алқа да табасыз. Бұларға да сұраныс тәуірақ екен. Сұраныс болмаса сатпаймыз ғой дейді сатушы. Бір қызығы, былтырдан бері Түркия базарларына вау әрпі бейнеленген орамал жаулықтар да келе бастаған. Бір жылдың ішінде сәндік үлгідегі орамалға айналып үлгерген бұл жаулықтар саудагерлердің де саудасын жүргізіп тұр. Міне, өздеріңіз көргендей, вау әрпі Түркияның тек мешіттерінің сәні ғана емес, сондай-ақ әйелдердің осындай әдемі орамалдарына да кестеленіп саудаға түсіп жатыр. Шамамен бір жарым жыл болды. Вау әрпі бейнеленген бұл орамалдар модаға айналды. Түркияға ең алғаш мұндайды жаулық сатумен айналысатын Шығыс Түркістандық бір саудагер ағамыз әкелді. Оның әкелгені вау әрпі жазылған иыққа жамылатын қалың шәлі еді. Оны көрген Түркия кәсіпкерлері вау әрпін осындай жұқа жаулықтарға жазып шығара бастады. Міне, біз бір жарым жылдан бері бұл орамалдарды әлі сатып келеміз. Бұл орамалдарды қыз-келіншектер әлі де көп іздейді. Вау әрпіне қатысты Түркияда мәшһүр бір хикая да бар. Османлы мемлекетінің Хафиз Осман есімді атақты бір құснихат өнерінің шебері болған екен. Сол Хафиз Осман бірде Стамбулдың Анадолы жағасынан бұғаз арқылы қарсы бетке өтпек болып қайыққа отырады екен. Қайық жағалауға жетіп қалғанда қайықшы жолақысын жинауға кіріседі. Осы кезде Хафиз Осман ақшасын үйінде ұмытып кеткенін есіне түсіреді. Не істерін білмей абдырап қалған шебер қайықшыға «Саған бір вау әрпін жазып берейін. Сурет сататын сатушыларға апарып сатарсың, ал түскен ақшасы бүгінгі жолақым болсын» дейді. Қайықшы қаламастан амалсыз көнеді. Бір күні әлгі қайықшы сурет сатушылардың жанынан өтіп бара жатып, Хафиз Османның жазып берген жазуы есіне түседі. Қалтасынан жазуды алып, сол жерде отырған бір сатушыға ұсынады. Сатушы жазудың Хафиз Османдікі екенін бірден танып, әжептәуір бағаға сатып алады. Сатушының берген ақшасы қайықшының бір апталық табысынан да көп еді. Бірде Хафиз Осман тағы да әлгі қайықшының қайығына мінеді. Жолақысын жинауға шыққан қайықшы Хафиз Османды көре салып, «Сенен ақша алмайық қойын, бар болғаны бір вау әрпін жазып бере сал» дейді. Қайықшының бұл сөзіне езу тартқан Хафиз Осман, «Вау әрпі әр уақытта жазылмас, сен дұға ет, ақшамды тағы да үйде ұмытайын, сол кезде жазып берермін» дейді. Міне, сол кезде де арзан болмаған бұл вау әрпі бүгінде де бағасын жоғалтпай тұр. Вау әрпін салудың да өзіндік өлшемдері мен ерекшеліктері бар. Шимайлай салғанның бәрі вау емес дейді құснихатшы Ахмет Құтлыхан. Вау жазылуы қиын әріптердің бірі. Вауды көркем жаза білген жазушы шебер құснихатшы саналады.
Кез келген жазушы ваудың көзін дұрыс шығара алмауы мүмкін. Байқасаңыз, ваудың көзі қара құйрықтың көзіне ұқсайды. Айналасындағы нүктелер вау әрпінің өлшемдері. Вау әрпінің көзі мен құйрығының арасындағы ұзындық 4 нүкте, ал көзге дейінгі биіктік пен басының кеңдігі 2 нүкте болуы керек. Бұлар өлшемдері. Жазу барысында бұл өлшемдерді сақтау шарт. Бұларды сақтай білген адам вау әрпін жаза да алады деген сөз. Ал ол үшін жылдар бойы жұмыс істеу керек. Бұл вау әрпін жазу үлкен шеберлікті талап етеді. Кімде-кім дәл осы вау әрпін көркем жаза білген болса, сол құснихат өнерінің хас шебері болғаны. Сонымен, бұл вау әрпінің сыры мен мәні неде? Не себепті халық арасында осыншалықты бағаға ие? Жалпы вау ненің символы? Вау араб әліпбиінің 27-ші әрпі. Құранның кейбір сүрелер мен бірқатар аяттары осы вау әрпінен басталады. Және де вау әрпінен басталған аяттар бір нәрсеге серт беру мағынасында келеді. Мәселен, «Вәлі аср» заманмен серт, «Вәл-ләйл» әлемді қараңғылығы басқан түнге серт, «Вәд-духа» сәске уақытымен серт, «Вәл-фәжр» рауанда батқан таңмен серт. Кейбір ғалымдар вау әрпін Алланың вахид және вахданият, яғни теңдесі жоқ, тек, жалғыз деген сипаттарының алғашқы әрпі деп таниды. Вау әрпін әбжат есебіндегі санымен де байланыстыратындар бар. Әбжат есебіндегі вау әрпінің саны 6. Бұл 6 исламның 6 шарты дейді базы біреулер. Бір қарасаңыз, вау әрпі ана құрсағындағы жатқан нәрестенің де бейнесіне келеді. Түріктерде адамы вау боп туар, жүре келе өзін әлиф санар деген де сөз бар. Кейбір жұрт вауды әулие Жәләләддин Руми, яғни Мәулананың зікір тартып пікірге шомған отырысына ұқсатады. Міне, бұлар вау әрпінің мән мағынасын түсіндіретін бірнеше нұсқа. Ал ваудың негізгі сыры, асыл мәні, Алла алдында сәждеге бас қойып, дәрменсіздігін мойындаған, бойұсынып басын төмен иген, адамдарға әдептілік танытып, кішіпейілдік көрсеткен момын құлдың бейнесі дейді. Яғни вау адамның Алла алдындағы құлдығының символы. Ендеше вау болып келіп дүниеге, вау болып өту өмірден мақсатымыз.